Телефон терроризмі дегеніміз не? Осы маңызды мәселені бірге қарастырайық. Телефон терроризмі дайындалып жатқан террористік акт немесе қылмыс туралы көрінеу жалған хабар. Әдетте телефон терроризмі термині қоғамдық жерде жарылғыш құрылғының болуы туралы жалған хабарды білдіреді. Телефон терроризмінің салдары ауыр және теріс әсері болуы мүмкін. Телефон терроризммен күресу бұл қоғам мен құқық қорғау органдарының бірлескен күш-жігерін қажет ететін маңызды міндет. Егер сіз күдікті қоңырауға немесе хабарламаға тап болсаңыз, дереу құқық қорғау органдарына хабарлаңыз. Кез келген ақпарат қылмыстық әрекеттердің алдын алу және барлық адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдалы болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Көп жағдайда телефон терроризмімен кәмелетке толмаған балалар айналысады. Мәселен, 2022 жылы терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлар жасағаны үшін 12 кәмелетке толмаған балалар ұсталды. Олардың үшеуі бас бостандығын шектеуге байланысты нақты қылмыстық жазаларға сотталды. 2023 жылы 11 жасөспірім ұсталды. Олардың ата-аналары кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу және немесе тәрбиелеу, оның құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерді орындамау әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127 бабы бойынша жауапқа тартылды. Оларға айыппұлдар салынды. Бұл қылмыс үшін 14 жасқа толған адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар, сот шешімі негізінде шығындар мен осындай хабарламадан келтірілген барлық залал өтелуге жатады. Егер мұндай әрекеттерді кәмелетке толмағандар жасаған жағдайда, залалды өтеу олардың ата-аналарына немесе заңды өкілдеріне жүктеледі. Қоғамда қауіпсіздікті сақтау әрқайсымыздың міндетіміз. Күдікті әрекеттерге сақтықпен қараңыз. Саналы түрде жауап беріңіз және қауіп төндіретін барлық нәрсе туралы хабарлаңыз. Біз отбасымыз бен балаларымыз үшін қауіпсіз және үйлесімді қоғамды бірге құра аламыз.